Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай 2025-тен хит болып жатқан пирогы, яғни Орео пирогты рецептіменен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан-ақ өте керемет болып, сәтті болып шығады. Осындай қатып әдем болып шығады. Сол үшін видеомды соңына дейін қарап өтсеңіздер болады. Бізге қажеті астына қанша керек құрамын жазып кететін боламын. Описание бөлімінен қарап оқып алсаңыздар болады. Біріншіден ертілген сары майымызды құямыз. Оның үстіне қантымызды салып, ерігенше жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Ерігенше араластырасыздар. Содан кейін ғана жұмыртқасын салып, барлық сұйық заттарымызды араластырып біркелкі етіп аламыз. Бізде ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызға мен бұл жерде какаоны және ұн қобызғышты салып араластырып қойғанмын. Енді олардың барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз, біркелкі етіп. Сонан соң жаңағы сұйық массамыздың үстіне салып, барлығын бірден салып жібермейміз. Осылай жартысын саламыз. Сосын бірінші кезде венчиктің көмегіменен араластырып алсаңыздар болады. Кейіннен үстінен жаңағы екінші ұнның бөлігін сала отырып, майлы, қолға жабыспайтын әдемі қамыр етіп жасап аламыз. Осыдан кейін қолменен жасадым. Қолменен өте ыңғайлы, жұмсақ болып дайын болады қамырымыз. Достар, видеомды көре отырып, каналыма тіркеле отырыңыздар, және де қоңырауша белгісін бассаңыздар, сіздерге менің жаңа видеомды өзі түсіп отыратын болады. Видеом өте пайдалы каналым. Неке қамырымызды жайып болдық, елеп, яғни өте осындай жұмсақ, майлы қамыр дайын болады. Енді қамырымызды бір шетке алып қойып, ыдысымызға саламыз. Сізде үйлеріңізде кез келген осындай формаларға салып жасасаңыздар болады. Диаметрі не қарай құрамын көбейтіп, немесе формаларыңызға қарай азайтып жасасаңыздар да болады. Менде 26 сантиметрлік диаметрлік ыдыс болды. Енді астын бір тегістетіп, және шетіне азғантай бортегін шығартып, осылай қолымызбен ақ жайылады. Өте жұмсақ қамырымыз. Қолымызбенен тегістеп осылай жайып шығамыз, және де оны көтеріліп кетпеу үшін шанышқыменен осылай әр жерінен жүргізесіздер, және де тоңазытқышқа салмасын дайындап алғанша қоятын боламыз. Бізде солмасын дайындаймыз. Қаймағымызды саламыз. Қатты майлы болмауы қажет. Дүкеннің қаймағы. Енді оның үстінен қантымызды, жұмыртқамызды, сонан соң кукурузный крахмал, яғни крахмалымызды саламыз. Крахмал міндетті түрде болу керек. Енді барлығын араластырып, біркелкі масса шығарып аламыз. Массамыз дайын болғаннан соң ғана үстінен Орео печеньелерін осылай қолымызбенен 3-4-ке бөліп, ірі еді осылай бөліп салып тастайтын боламыз. Оны да бір араластырып жібереміз. Сонан соң қамырымыздың үстінен құя берсек болады. Неке осындай қоймалжың өте әдемі масса дайын болды. Неке тоңазытқышта тұрған қамырымызды аламыз, оның үстінен салмасын құйып, барлық жеріне бір тегіс етіп, және де мына печеньелерімізді барлық жеріне
қойып шықсаңыздар болады. Осылай керекті жерлеріне бір жерге түсіп қалмауы керек. Және де пештің қызуын өздеріңіз бақылап қоятын боласыздар. 170 немесе 200 градуста, 200 градуста қоятын болсаңыздар, уақытын сәл аздау қойып қоясыздар. 170 градуста менде 35-40 минут ішінде пісіп шықты. Мінекей, пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде суытып, тоңазытқышқа салып аласыздар, міндетті түрде. Сол кезде қаймағымыз біздің қатып, осындай қолмен-ақ алынатын, осындай керемет болып шығады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, бір жасағаннан әдем болып шығады. Көрінісі де әдемі. Қонақ келгенде ұялмай дастархандарыңызға қойсаңыздар да болады. Кесіп көрсетемін. Менде тоңазытқыштан алып, сразу кескеннен кейін кішкене бөлігі түсіп қалды. Негізінде қамыр өте жұмсақ. Сәл алып тұрып, тоңазытқыштан алғаннан кейін кішкене қоя тұрсаңыздар болады, үй температурасында. Сонан соң жасасаңыздар болады. Мінекей, өте керемет болған, дәмі де тәтті. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.